Сәлем сұлулар, бүгін сіздерге пахлавамыздың ең алдымен ішіне қосылатын орехтарын дайындауды көрсететін боламын. Пахлавамыздың ішіне бізге осындай грек жаңғағы мен фисташковый орех қажет. Оларды осындай таза күйінде сатып аламыз. Және де таза күйінде сатып алсақ та осылайынан бір рет тексеріп, барып тазалап жуатын боламыз. Ішіндегі қалдықтарынан, мусорларынан кетіп қалмау үшін біздің пахлавамыздың арасына. Мінекей қыздар, мен өзіме қажетті екі орехтарымды да тазалап алдым. Және де бұны жақсылап тұрып 5-6 рет мұздай сумен жуып алатын боламыз. Ыстық сумен болмайды, қыздар. Одан кейін осындай қызып тұрған пешіміздің ыдысына салып, барлығын жайып, бір 5-10 минуттай алып аламыз. 10 минут даже көп, өздеріңіздің пештеріңізге қарай уақыттарыңызды байқайсыздар ғой. Мен 5 минуттай салып алдым. Күйіп кетпеу керек. Қарап тұрыңыздар, Мінекей қыздар, дайын болған орехтарымызды осылайынан суытып, жақсылап тұрып езіп алатын боламыз. Блендер болса, блендердің көмегімен езіп аламыз, немесе қолмен, теркамен, оқтаумен ұрып, барынша осылайынан ұсақтап, майдалап алатын боламыз. Мінекей қыздар, орехтарымызды жақсылап тұрып майдалап алдық. Енді осыларды таза ыдысымызға салып аламыз. Пахлавамызды жасайтын кезде, өзімізге қажет келсе алып пайдалана беретін боламыз.